Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Біз сіздермен жаңағы Talking Code деген бағдарламамен жұмыс істейтін боламыз. Бұл бағдарламада біз кодтарды сканерлеу арқылы видеоны көруге болады. Мысалға біз жаңағы бұл бағдарламамен жұмыс істеу үшін біз электронный почтамен тіркеліп аламыз. Тіркеліп алғаннан кейін создать кодты басамыз. Создать кодты басқаннан кейін бізде жаңағы мына жерде кодты таңдауға болады. Бірақ біз уже жасап салған болатынбыз, сондықтан бізде уже видеомыз бар. Сіздер өздеріңіздің видеоларыңызды жүктеуге болады. Видеоларыңызды жүктеп қоясыздар. Және ол видеоны өңдеу барысы бір 5 минуттай уақыт алады. Бәрі болғаннан кейін управлять кодами деп басуға болады. Соның ішінде біздің кодымыз тұр міне. Бұл код бір кемшіліктері бар. 30 секундтан видео аспау керек. Және де 7 күннен бір видеоны 7 күнге ғана береді. Яғни сіз аптасына бір ғана видео жүктей аласыз. Бізде видеомыз міне дайын тұр кодымен. Енді бұны скачать код дегенді басамыз. Осы жерде бізге PNG без логотипа дегенді бізге жүктеп алу керек болады. Осыны басамыз. Яғни мен бір жерге сақтайтын боламын. Talking Code номер 2. Сохранить. Енді осы кодты жүктелген кодты мен сканерлейтін болсам, біз яғни осы кодты жүктеу арқылы өзімізге сөйлейтін видео жасай аламыз. Осыны кейінгі видеода көрсететін боламын. Бізде жаңағы жасалған QR-кодымызды сканерлеу үшін кәдімгі камерамызды ашатын боламыз. Камерамызды ашатын болсақ, мұнда Talking Code деген өзі шығып тұрады. Соны басамыз. Және де бізде жүктеліп жатыр. Бұл видеоны сөйлету үшін біз үстіне бір лез басамыз. Бүгін сабағымызда асық айтып біздің ұлттық ойындары айтамыз. Ол мақсаты асықтың денсаулыққа пайдасы, асықтың баланың зердесіне, дамуына пайдалы ойын екенін біліп отырмыз. Асық ойыны ежелден қазақта дамып келе жатқан ойындардың бірі.